Саламатсыздар ма? Алматы мемлекеттік политехникалық колледжінің ақпараттық технологиялар кафедрасының арнайы пән оқытушысы Қойланова Балнұр Болатқызы. Құрметті екінші курс студенттері, мен сіздерге алгоритмдеу және бағдарламалау негіздері пәні бойынша сабақ беретін боламын. Дайын болсақ, онда сабағымызды бастайық. Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы Delphi бағдарламалау тілінің негізгі ұғымдары. Сабақтың мақсаты Delphi бағдарламалау тілінің шығу тарихымен, Delphi ортасымен, жоба құрылымымен, жоба файлымен, модульдерімен, конфигурациясымен танысу және бағдарлама құруды меңгеру. Бүгінгі сабақ барысында біз Delphi бағдарламасына тоқталып өтеміз. Екінші, Delphi бағдарламасының шығу тарихын қарастырамыз. Үшінші, Delphi 7 бағдарламасының құрылымымен танысатын боламыз. Delphi бағдарламасы дегеніміз Windows қосымшалары және клиент-сервер қосымшаларын құру үшін жұмыс жасалатын визуалды бағдарламалау ортасы. Delphi бағдарламасы бұл 1993 жылдан бастап қолданысқа ие болды. Бұл Object Pascal тілінен таралған тілдің бірі, яғни Object Pascal тілінің жалғасы. Delphi бағдарламасы бұл қосымша құруға, бағдарлама құруға өте қарапайым, өте жеңіл тілдердің бірі. Бұл Delphi бағдарламасы негізінен ең алғаш қолданысқа шыққан кезде бұл тез тарап кетті. Себебі бұл өте тиімді болды. Мәліметтерді сақтауға, әсіресе қосымша құрып, бағдарлама құрып, соның ішінде мәліметтерді сақтауға өте қолайлы бағдарлама болып табылды. Бұл Delphi бағдарламасы арнайы интеграцияланған ортада жұмыс жасайды. Яғни бұл интеграцияланған ортада кодтарды жазуға, өзгертуге, өшіруге және басқа да әрекеттерді орындауға болады. Міне өздеріңіз суретте көріп отырған бұл Delphi 7 бағдарламасының интеграцияланған ортасы. Бұл және де айта кететін жайт, Delphi бағдарламасы негізінен грек қаласы Дельфа деген қаланың атауымен аталған екен. Delphi 7 бағдарламасының негізгі интеграцияланған ортасы 5 терезеден тұрады. Ол терезелер қандай терезелер? Ең негізгі терезе ол Project 1 деп тұрған, яғни жоғарғы жақта орналасқан терезе. Бұл терезеде жалпы құрылған біздің қосымшаларымызды немесе программаларымызды сақтауға, сонымен бірге жаңа формдар, жаңа терезелер ашуға және де бізге ең қажетті жоба құратын, яғни проект құратын бізде компоненттер палитрасы осы негізгі терезеде орналасқан. Екінші терезе бізде ағаштар, объектілердің ағашын шолу терезесі, яғни жоғарғы жақта орналасқан объектілер ағашын шолу терезесі. Бұл жерде жалпы сіз қолданған формдардың түрлері, сіз қолданған компоненттердің барлығы осы жерде көрсетіліп тұрады. Оның астында тұрған терезе бұл объектілер бақылаушысының терезесі, яғни Object Inspector деп аталады. Бұл терезеде сіз форм терезесінде қолданған компоненттердің свойствосымен осы жерде өзгертетін болармыз. Біздегі төртінші терезе бұл форма құраушы терезе, яғни форм 1 терезесі. Бұл жерде біз арнайы интерфейс құрамыз, яғни проекті біз осы терезеде құратын боламыз. Егер де осы терезені біз 2 рет басатын болсақ, онда астында код жазатын терезе шығады. Көріп отырсыздар, бұл жерде мысалы сіз әрқайсысын жеке-жеке басқа бағдарламаларда біз программаны, мысалы біз C+ тілінде
программа жазу үшін include, yoastream деп әрқайсысын жеке-жеке жазамыз. Ал Delphi бағдарламасының бір қарапайымдылығы, яғни жеңілділігі, бұл жерде барлығы өзі автомат түрде шығады. Тек қана сіз бұл жерде қандай әрекетті орындағыңыз келеді, соның ғана кодын жазасыз. Ал қалған объектілердің, қалған командалардың коды өзі автомат түрде шығады. Мысалы, мына жерде процедура форм 1 деп бізде программаның басы басталып тұр және соңы аяқталып тұр. Ортасында біз тек қана негізгі программаның денесі, яғни орындалу әрекетті біз осы жерге жазатын боламыз. Және айта кететін жағдай, біз қолданған программадан кейін, яғни программа құрып болғаннан кейін компиляторға жіберетін бізде батырма, міне жасыл батырма, осы ран батырмасы, немесе ноутбугыңыздағы F9 батырмасын бассаңыз, өзі компиляторға басылады. Басып көреміз, сол кезде осылай шығады. Қазір бізде экран шықты. Осы жерге біздің құрылған бағдарламамыз көрсетіледі. Міне бұл Delphi 7 бағдарламасының интеграцияланған ортасы. Delphi'де дайындалатын программа жоба деп аталады. Жоба бұл форма терезесінде орындалады, яғни міне суретте көрсетіп, мысал ретінде, үлгі ретінде көрсетіп қойдым. Бұл құрылған қосымша осы Delphi 7 бағдарламасының интеграцияланған ортасында құрылған. Біз алдағы сабақта осындай қосымшаны құратын боламыз. Компоненттер палитрасы. Осы жоба терезесінде, яғни форм терезесінде біз программа құру үшін бізге компоненттер палитрасындағы компоненттерді қолдану қажет. Негізінен Delphi 7 бағдарламасында қандай компоненттер палитрасы бар? Олар стандарт, additional, Win32, system, data access, data controls. Стандарт палитрасында біздегі ең негізгі көп қолданылатын button, label, main menu, тағы да edit, басқа компоненттер осы стандарт палитрасында орналасқан. Келесі бізде additional. Additionalда біз көп қолданылатын бұл жерде additional және system. Стандарт, additional, system. Осы үш палитрадағы компоненттерді біз өте жиі қолданамыз. Ал Win32, data access, data controls палитрадағы компоненттерді қолданамыз, бірақ өте сирек қолданамыз. Мысалы, біз мәліметтер қорымен жұмыс жасайтын кезде, онда data access палитрасындағы компоненттерді қолданады екенбіз. Жалпы біз бүгінгі сабақта Delphi бағдарламасына шолу жасадық. Delphi бағдарламасы қандай бағдарламалау тілі, оның қандай терезелері бар, қандай компоненттер палитрасы бар, шығу тарихы жайлы қысқаша ғана шолу жасадық. Ал үй жұмысына мен сіздерге, студенттер, 2 тапсырма бергім келіп отыр. Бірінші, біз Delphi 7 бағдарламасын орнатамыз. Екінші, компоненттер палитрасындағы, яғни стандарт, additional, Win32, system палитрасындағы компоненттердің анықтама береміз. Әрбір палитрадағы жеке-жеке компоненттерге, мысалы, button компоненті кнопка қызметін атқарады. Label бір жолды мәтіндерді жазуға арналады деген тәрізді әрқайсына жеке-жеке анықтама береміз. Назарларыңызға рахмет.